Bismillahirrahmanirrahim. Құран әліппелері көп, бірақ осы Құран әліппесімен Құранға түскен өте жақсырақ. Өйткені бұла Құрандағы әр әріптер жеке-жеке өтеміз, және бұла Құрандағы қосып оқылатын көптеген сөздерді өтеміз, және де бұла сүрелерде келетін аяттарды өтеміз, және де бұла намаздағы дұғаларды да жаттаймыз Құдайға. Сол үшін осы кішкене тезірек Құранға түсетін әріптердің ең жақсылығы біреу. Және бұла бір ерекшелігі тәжвид ережелері бар. Ал бисмилля деп бірінші бетін ашқан кезде осындай міне алфавиттер тұрады. Араб тілінің алфавиті 29 әріптен құралады. Олардың 7-еуі жуан, 22-сі жіңішке әріптер. Жоғарыда қызыл түспен белгіленгендер жуан әріптер. Және ро әріпі кішкене жуан болып, о болып ақылады. Енді бисмилля қазақта кітап оқыған кезде сол жақтан оқса, ол араб алфавитінде міне оң жақтан оқимыз. Алиф, бә, тә, сә, жим, хә, хо, дәл, зәл, ро, зә, син, шин, сод, дот, то, зо, айн, ғойн, фә, қоф, кәф, ләм, мим, нун, вау, хә, ләм, алиф, я деп естіп оқылады. Және де бұл арабша алфавитті оңайырақ жаттаудың бір түрі. Міне мысалы бә, тә, сә үшеуі бірдей болып тұр, бірақ бір өзгешеліктер болып тұр. Бәрінде міне бәді астында бір-ақ точка бар, тәді үстінде 2 точка бар, сәді 3 точка бар. Көріңіз бе, осы араб алфавитін точкалармен жаттасаңыз оңайырақ болады. Және міне жим, хә, хода да міне жимде точкасы ортасына тұр, хәда точкасы жоқ, хода точкасы жоғарыда тұр. Көріңіздер ме? Үстіп точкаларына да қарап жаттасақ, бізге осы араб алфавитін жаттау оңайырақ болады. Енді араб тілінің екінші сабағында кеше алфавит жаттаған болатынбыз. Енді бүгін алфавитті аралас түрін оқимыз. Бисмиллахиррахманиррахим деп, міне айн, зо, шин, бә, нун, дәл, хә, ғойн, фә, хә, қоф, тә, то, зә, ләм, кәф, мим, сод, алиф, я, сә, сун, сә, син, хо, вау, дод, жим, зәл, ро деп оқимыз. Үсіп кем дегенде 30 секундта оқу керек. 10 секундта оқса жақсырақ. Бисмиллахиррахманиррахим. Үшінші сабақ харекенің оқылуы дейді. 3 хареке болады. Фатха, ә, кәсіра, и, дамма, у деп оқылады. Міне ә, и, у деп. Және міне алфавиттегі бүкіл әріптерді айн, зо, шин, бәд болса, айн болса а, зо болса з, шин болса ш, бә болса б деп оқимыз. Және міне харекеттерді қосып бә, би, бу, тә, ти, ту, сә, си, су, жә, жи, жу, хә, хи, ху, хо, хи, ху, дә, ди, ду, зә, зи, зу, ро, ри, ру, зә, зи, зу, сә, си, су, шә, ши, шу, со, си, су, до, ди, ду, то, ти, ту, зо, зи, зу, а, и, у, ғо, ғи, ғу, фә, фи, фу, қо, қи, қу, кә, ки, ку, лә, ли, лу, мә, ми, му, нә, ни, ну, вә, уи, у, хә, хи, ху, я, и, ю. Және де көп адамдардың қателік істейтін жері, мына вауға келгенде, 2 у келген кезде у дей салады. Бұл жерде 2-ге созып оқу керек. У деп. Және яға да келген кезде, я әрпіне келген кезде де міне 2 иді и деп оқи салады. Бұл жерде 2-ге созып и деп растау керек.